Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Асқабақтан кешкі ас дайындаймын. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші асқабақты жуып, үккіштен өткіземіз. Оны бір ыдысқа жинаймыз. Одан кейін барып, бір шай қасық тұз салдым. Барлығын араластырдым. Араластырып болғаннан кейін 15 минут, 20 минутқа қойып қоямыз. Суы сөлі шығу керек. Содан кейін бір бас жуаны турадым. Жуаны ұсақтап турау керек. Фаршпен бірге сонда араласып кетеді. Жуа туралып болғаннан кейін қызып тұрған майға шыжыртып қуырып аламыз. Пияздың кішкені қызарып болғаннан кейін үстіне тартылған етті қосамыз. Тартылған ет кішкені суы шыққаннан кейін бір шай қасық тұз саламыз. Және де өзіңіз ұнайтын приправалардың біреуін қоссаңыз болады. Мен итальянский траваларды қостым. Плитаның астын орташа отқа қойып, шамамен 15 минут пісіреміз. Осы уақытта құймасын дайындаймыз. Оған 200 грамдай қаймақты салдым. Қаймақтың үстіне 2 жұмыртқаны қостым. Бір түйір тұз саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Осында сұйық масса болу керек. 15-20 минут тұрған асқабағымыздың сөлінен енді ажыратып сығып аламыз. Менде дұршлақ болмағаннан кейін осындай қолымен сығып алдым. Сіздерде дұршлақ болса дұршлақпен сығып алыңыздар. Бір қызанағымызды турап қоямыз. Ортасына бөлдімді. Кольцовый қылып турадым. Енді дайын болған салмаларымызды дайындаймыз. Асқабағымызды екіге бөлеміз. Тамақ пісіретін ыдысымызға бір жартысын ғана саламыз. Оны жақсылап жаямыз. Жайып болғаннан кейін үстіне жаңағы қуырылған, тартылған етімізді саламыз. Етті де жақсылап жаямыз. Жайып болған еттің үстіне қалған асқабағымызды жайып қосамыз. Оны да жақсылап жаямыз. Асқабағымыз жақсылап жайып болғаннан кейін үстіне туралған қызанағымызды әдемілеп біртіндеп саламыз. Соңында дайын тұрған қимамызды үстіне құямыз. Бәрі дайын болғаннан кейін 190 градусты қызып тұрған пешке шамамен 20 минутқа пісіреміз. 20 минут өткеннен кейін пештен алып шығып, үстіне сырды теркадан өткізіп саламыз. Сырды бір қылып жайыңыздар. Одан кейін пешке қайттан жіберіңіздер пісуге 10 минутқа. 10 минуттен кейін алып шығып, суытып жесеңіздер болады. Өте дәмді запеканка шықты. Астарыңыз дәмді болсын.